Баршаңызға сәлем. Өте тез дайындалатын, дәмді, қыртысы жеңіл қытырлақ, іші өте жұмсақ, ылғалды, шоколадты брауни печеньесінің рецептісімен бөлісемін. 100 грамм шоколадқа сары май қосып, микроволновкада не болмаса сулы баняда ерітіп аламыз. Массамызды жақсылап араластырып, шетке қойып қоямыз. Басқа ыдысқа бір жұмыртқа, қан салып, ағарып көлемін ұлғайтқанша миксермен жақсылап шайқаймыз. Осы массаға ертілген сары маймен шоколадты қосып шайқаймыз. Алынған массаға қопсытқыш, біртіндеп ұн қосып араластырамыз. Қамыр өте қатты болмауы керек, бірақ жеткілікті тығыз болып, формасын жақсы ұстау керек. Ас қасықтың не болмасы шай қасықтың көмегімен қамырды пергамент қағазы төселген противенге орналастырамыз. Міндетті түрде 180 градуста қызып тұрған пеште 10-15 минут пісіреміз. Піскен печеньеларымызды суытып, дастарханға береміз. Өте дәмді, қош иісті, шоколадты брауни печеньеларымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Ұнаса лайк басып, комментария жазып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен бірге болған Айгерім.